топырақ та кетті, отпен таза дейді. Сосын жаңа мына кісі айтты, с первого үйінен бала болады. Менің жалғыз балам бар. Жасы 30-ға келеді. Келін алып, бала көтере алмай жүрдік. Ташкентке барды, неге Алматыға барды, Астанаға барды, мына жерде Айнұр деген кісіге барды, ұшы қалды, әйтеуір істемеген жоқ. Сосын бір күні мен Нұрсұлу Аманбековнаны көбі білетін шығар, Мұхамбетярова дегенді. Сол менің туған келінім, педиатр, сол айтты келініме. Мен саған КВТ дайындайын, бесплатно экоға кет деді. Мен айтам, кетпейсің деді. Экоға бармайсың деді. Осы спируин ішесің, осыдан пайда таппасаңыз барасың деді. Үйге әкеліп қойдым, келін ішкен жоқ, бала ішті. Енді біздің соны әкелгеннен кейін балам ішті, келінім ішкен жоқ, өтірік айтпай ақ қояйын енді. Сонда біздің баламыз пайда болды. Немере ма, немере? Иә, немере. Осы сот қызды іздеп жатсыз ба? Немереңіз не істеп жатсыз? Не істеп жатыр деп қоямын, соны түсінді ғой. Қазір немереге 6 ай болды. Қой берші оны сосын. Жоқ, көрсетем қазір. Көрсетсең. Байдап қойдыңыз ба, спираль? Қойшы, мәссаған. Міне. Әумин, 6 айдан кетті. Қазір енді бұл жаңа атымный бала деймін. Мыналарды ұстамайды. Соткіге жабысады. Соткіні бермесе ойбай салып жылайды. Екі көзден мөлдір жасады. Мен шешесі айтады, мен жанбас беремін. Бермеймін, мама, мына сотқа атылып кетеді, бермей деп жылайды.